осы оқу жылында 1 және 10 сыныптың 147 мың оқушының 95% жазғы демалыспен қамтылатын болады. Сонымен қатар балалардың сауықтыру лагерлерінде жазғы демалыспен қамту көрсеткіштері жыл сайын ұлғайып келеді. Атап айтатын болсақ, 24 жылы 2800 бала қамтылса, 25 жылы 3000 болса, биыл 5700 оқушыны қамтуды жоспарлап отыр. Бұл жерде атап өту керек, оның 3018 оқушы осы өзіміздің теңгеріміздегі 3 сауықтыру лагерлерінен өтетін болса, 1697 баланы ата-аналарының сұранысы бойынша біз өзге өңірлердегі лагерлер арқылы демалыстан өткізетін боламыз. Сонымен бірге осы сауықтыру лагерлерінің инфраструктурасын ұлғайту бойынша сіздің берген тапсырмаңызға сәйкес қазіргі таңда 3 лагердің құрылысы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Келесі жылы толығымен аяқтаймыз. Бұл әрине өз кезегінде 10 мыңнан астам баланы сауықтыру лагерлерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.